Бай мен жарлы. Бір кездері бір бай кісі өмір сүріпті. Оның малы, жері және басқа да мүлкі көп екен. Ол жұмысшылар жалдайды. Бірақ олардың жалақысын төлейтін уақыт келгенде, жалшылар жұмыс істемегендей, керісінше оларды қарыз қылдырып қоятын. Ол солай қулыққа салып, өзінің жұмысшыларын қалай алдауды біледі. Егер жалшылардың бірі байдың шынымен қарызы бар деп сеніп төлегісі келсе, бай одан әрі қарызға қарыз қосып қоятын болған. Жалшылар мәңгі қарыз болып қала берген. Сондай қу бай болған екен. Осылайша уақыт өтті. Бай адам барған сайын байып, жалшылары одан әрі кедейлене берді. Мұндай өмірге шыдамаған жалшылардың жартысы қашып кетті. Ал қалғандары аштықтан өлді. Бай мен оның әйелінің бір кішкентай қызынан басқа балалары болмады. Шал мен кемпір жалшыларсыз қалды. Мал бағып, жер жыртатын ешкім жоқ. Жақын маңдағы ауылдардағы адамдардың бәрі байдың жалшыларын алдайтынын, еңбек ақыларын бермейтінін білді. Сол үшін де адамдар байдың жұмысын істеуге құлықсыз болды. Малы жоғалып, жер өңделмей қалды. Бай сасқанынан жалшы іздеуге жолға шықты. Ол елдің бәріне ендігәрі ешкімді алдамайтынын, еңбек ақыларын уақытында төлейтінін айтып, қанша сендірсе де, бірде-бір жалшы оның сөзіне сенбейді. Қанша уәде беріп, ант ішсе де ешкім келіспеді. Бай оның уәделерінің ешкімді еліктірмейтінін көріп, алдауды бастады. Ол сол ауылдың ел билеушісі мен азаншыға пара беріп, өзінің сөздерінің дұрыстығын растатты. Ел билеушісі мен оның қасындағы азаншы мешіттерде де, жиналыстарда да адамдарға байдың құранын ұстап, ендігәрі жалшыларын бұдан бұлай алдамауға, оларға әділ төлем жасамауға ант еткенін айтты. Әмірші мен азаншы қанша тырысса да, адамдар өздерін алдауға жол бермеді. Біз оғанда сізге де сенбейміз, деді кедейлер. Егер ол өте жақсы болса, өздеріңіз жалданып жұмыс жасаңыздар. Бай енді оған ешкімнің жалданып жұмыс істемейтініне анық көзі жетті. Бірақ ол шеткі ауылдарда аралап бәріне үлкен ақша беруге уәде береді. Ешкімді таппай ауылына қайта оралады. Бір жетім баланы тауып алады да, сол елдің жігіт басын шақырып, «Сен жетімсің, сенің не атанаң, не малың, не жерің де жоқ. Олай болса маған келіп менімен бірге тұр. Сен өсесің, ақыл кіреді. Менің кішкентай қызым бар, ол да бой жетеді. Оны тұрмысқа саған беремін. Әйелім екеуміз қартайдық. Біздің барлық байлығымыз саған қалады. Ештеңеге мұқтаж болмай, қайғы қасіретті білмей өмір сүресің», дейді. Жетім бала байдың сөзіне иланып, жалшы болып жалданады. Жалшы мен байдың қызы өскен сайын бір-біріне ғашық бола бастайды. Бала өсіп, жігіттікке жетті. Ол күн сайын жұмысын өте тиянақты атқарып жүрді. Қызы 17-ге толғанда жалшыға, «Менің әкеме барып, оның уәдесін есіне түсір. Некемізді қиып, бізді үйлендірсін», дейді. Тағы бір жыл өтті. Бай қызын жалшыға тұрмысқа беру туралы тіпті де ойламады. Ол мол қалың мал беретін бай жігітті іздейді. Бұл туралы байдың әйелінен басқа ешкім білмейді.
байдың қызына құда түсушілер көп болды. Ұсынған қалың малдары аз көрініп, ешкімге келісімін бермеді. Бірде өте бай адамның баласы келіп, өте үлкен қалың мал ұсынды. Күйеу жігіт болашақ қайын енесімен келісіп, қызды айттыратын күнді белгіледі. Қызға құда түсетін уақыт та жетті. Күйеу жігіт түйелерге қант, күріш, киім, мата артып, қалың малды жіберді. Түйелерден қалың малды түсіріп жатқанда, жалшы жігіт байдың қызына барды. Ол кірген бойда қолына пышақ алып, оны жұмысшыға көрсетіп, былай деді: егер әкем уәдесінде тұрмай, мені басқа адамға тұрмысқа беретін болса, онда өз-өзіме мына пышақпен қол саламын. Әкеме барып, оны уәдесіне тұруын талап ет. Егер сен бармасаң, онда өзім барамын, деді. Қамықпа сүйіктім, бұл туралы мен де ойландым. Бірақ әкеңе бармаймыз. Қалай әрекет ететінімізді білемін. Мейлі әкең өз білгенін жасай берсін, ал сен үндеме. Мен 1 аптаға кетемін. Ал сен сол аралықта дайын бол. Саған белгі берген сәтте жинал да мені күт, дейді жалшы. Екеуі солай уәделесіп жөндеріне кетті. Жас жігіт байдан кететінін, ешқандай төлем талап етпейтінін айтып, жоғалып кетті. Бай жас жалшыдан оңай құтылғанына, уәдесін ұмытқанына қуанды. Қызын шақырып, оны тұрмысқа беретінін айтты. Мен келістім, деп жауап берді қызы. Әкесі қызын күйеу жігіттің жіберген сыйлықтары жиналған бөлмеге ертіп келіп, бәрін көрсетіп былай деді: менің сүйікті қызым, Құдай саған ұзақ ғұмыр берсін, сен маған үлкен бақыт әкелдің. Қыз үнсіз бөлмесіне кетті. 1 апта өтті, байдың ұны таусылды. Бірақ диірменге жіберетін ешкім болмады. Астықты диірменге апаратын адам іздеп бай мешітке барды. Жолда жігіт басын кездестірді. Олар сөйлесіп тұрғанда, олар жалшы келіп: өзіңіз білетіндей, мен сізде жұмыс істедім. Қартайғанда күніңіз тыныш болсын, еңбегіме ақы төлеңіз, дейді. Саған қандай ақы төлеуім керек? Егер мен болмасам, сен аштан қатар едің. Мен саған қарыз емеспін, бірақ сен маған қарызсың, деп жауап береді бай. Жігіт ештеңе деместен үнсіз кетті. Ол байдың үйіне барып, қорадан жылқысын шығарып, алдына байдың қызын мінгестіріп, шаба жөнелді. Жас жігіт қалыңдықты алысқа алып кетеді. Олар онда бақытты өмір сүруде.